الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Адамның иман, сенім мәселесі оның жүрегіне қатысты. Сондықтан адамның ішкі ниетін білетін Алла Тағала ғана кімнің шынайы мұсылман, ал кімнің шынайы мұсылман еместігін таразылай алады. Немесе бұны Алла Тағала жетелеген пайғамбарымыз біледі. Оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Ал көптің көкейінде жүрген кім мұсылман емес деген сұраққа келетін болсақ, онда кім өзін мұсылман санаса және исламның сенім белгісі ла илаха иллалла Мұхаммед Расулулла деп айтылатын калиманы мойындаса, онда ол адамның мұсылман болғаны. Бұл әлбетті жағдай. Сонымен қатар бұл Құран кәрімнің үкімі. Бұны Ахмади емес, мұсылман ғұламаларды мойындайды. Осыған орай, әйгілі Ахмади емес ғұлама Ахмад Исрар мырза Ан-Ниса сүресінің 94-ші аятын түсіндіре келе былай дейді. Ей иман келтіргендер, Алланың жолына шыққанда барлық жағдайды тыңғылықты анықтап алыңдар. Және исламды ұстанған адамға, немесе өздеріне сәлем білдіргенге, сен кәпірсің демеңдер. Өйткені иман оның жүрегіне қалай әсер ететінін сендер білмейсіңдер. Ал көпшілікті мазалаған дүнияви сұраққа келетін болсақ, кім исламды ұстанса, және исламның сенім белгісі калима шахаданы мойындайтын болса, сендер оның сөзін қабылдау керексіңдер. Дегенмен, Құранның осы бір үкімін Ахмади емес ғұламалар мен молдалар сырттай мойындаса да, алайда олардың іс-әрекеттері Құран тәліміне мүлдем қарама-қайшы. Мәселен, Ахмадилер өздерін мұсылман санап, исламның сенім белгісі калиманы мойындағандарына қарамастан, барша молдалар Ахмадилерді мұсылман емес деп жариялайтындары барша жұртқа мәлім. Мысалы, Әбсаттар Дербісәлінің үкім мәлімдемесі. То есть Ахмадисы не мұсылман? Жоқ, мұсылман емес. Бұны мен шығарған жоқпын. Бұны маған дейін шығарылған. Тіптен шектен асқан кей молдалар Ахмади мұсылмандарына келесі бір түрдегі айыпты тағады. Яки Ахмадилер тілдерімен калиманы айтқанда, олар іштей, жүректерінде Алланың елшісі Мұхаммедтің орнына Мирза Сахибті ескереді дегендей. Осылайша пайымдаған және Ахмади мұсылмандарына лас және жалған айып таққан молда Юсуф Лутхиянви қадияниттердің басқа кәпірлерден айырмашылығы деген кітабында бұлай деп жазады. Олар үшін ғұлам Ахмад Қадияни Алланың елшісі Мұхаммедтің өзі болып табылады. Әрі калиманы айтқанда олар Алланың елшісі Мұхаммедтің орнына Мирзаны еске алады. Бұл жерде орынды сұрақ туындайды. Олар калиманы тілдерімен айтқанда іштей басқаша ойлайды деп адамды немесе жамағатты айыптаған дұрыс па? Немесе калиманы айтқанда Мұхаммед деген кезде олар жүректерімен басқа бір адамды ескереді деген сөз орынды ма? Алайда, дінче молдалардың үкімін іздегенше, осындай жағдайға қатысты қасиетті пайғамбарымыздың оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, үкім мәлімдемесі қандай болғанын қарап көрейік. Сонымен, қасиетті пайғамбарымыздың алдында оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Осыған ұқсас мәселе пайда болған кезде ол не деді екен? Осы оқиғаны Ахмад Исрар да мойындап сөз етіп отыр. Бұл Хазірет Усамамен болған оқиға. Хазірет Усама ұрыс кезінде бір кәпірмен шайқасқан. Әлгі кәпір жеңіліп өлтірілмек болған кезде ол калима куәлігін жария етті. Яғни, мен куәлік беремін Алладан басқа құдай жоқ екеніне және Мұхаммед Алланың елшісі екеніне деп. Кәпір сенім белгісін тек өз өмірін сақтап қалу үшін ғана айтқанын жақсы түсінген Хазірет Усама оны қылышымен өлтіре салады. Алайда бұл істің мән-жайы пайғамбарымызға жеткізілген кезде ол қатты ренішін білдіріп былай деген: "О Усама, қиямет күні оның калима шахадасы саған қарсы куәлік бергенде сен не істемексің?" Сол кезде Хазірет Усама әлгі кәпір калиманы тек өз өмірін сақтап қалу үшін ғана айтты деп жауап берді. Сонда пайғамбар қатты ренжіп: "Сен оның жүрегін ашып көріп пе едің? Ішінде иманы бар жоғын білетіндей" деген сөздерді қайта қайталай беріпті.
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु ертең қиямет күнінде миллиондаған ахмади мұсылмандарының кәлима шахадасы әлгіндей ғұламасымақ дүмше молдаларға қарсы куәлік бергенде олар қандай қиын жағдайға тап болатындарын ойлап көрді ме екен? ойлап көрді ме екен? ойлап көрді ме екен? ойлап көрді ме екен? ये सौदा है दिल का अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु